Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Асан Фазылбекұлы. Мен өз каналымда сіздерге химияны оңай әрі түсінікті түрде жеткізетін боламын. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымызда біз тотығу-тотықсыздану реакцияларын өтетін боламыз. Тотығу-тотықсыздану реакциялары жүру үшін реакция барысында кем дегенде екі элемент тотығу дәрежелерін өзгерткен болуы қажет. Мысалы, кальций қосылған оттегі түзіледі кальций оксиді. Тотығу-тотықсыздану реакцияларын біз электрондық баланс әдісі арқылы теңестіреміз. Естеріңізде болсын, кез келген элемент жеке өзі тұратын болса, оның тотығу дәрежесі нөлге тең болады. Және біз оны элементтің тура төбесіне жазамыз. Ал қосылыс барысында элементтердің тотығу дәрежелері өзгереді. Және біз оны шамалы оң жақ төбесіне жазамыз. Электрондық баланс әдісі былай болады. Кальций элементі 0 тотығу дәрежесінен кальций 2 плюс тотығу дәрежесіне дейін өзгерді. Және 0 тотығу дәрежесінде элементтің индексі болса, сол индексімен бірге жазамыз. Оттек 0 тотығу дәрежесінен минус 2 тотығу дәрежесіне дейін өзгерді. Бізде плюсті оң жағына, сол жағына жазғанның, минусты оң жағына, сол жағына жазғанның ешқандай айырмашылығы жоқ. Реакцияда теңестірген сияқты, дәл осы қатарда оттектерді бір-біріне теңестіреміз. Мұнда 2 оттек, мұнда бір ғана оттек. Бұл жерде тотығу дәрежесі коэффициент ретінде саналмайды. Сондықтан алдына 2-ні қоямыз. Енді мынадай бір ось сызамыз. Мына жерде біз 0 деп алайық. Бізге қажетті плюс 2 және минус 2-ні жазайық. 0-ден плюс 2-ге қарай кальций тотығу дәрежесін өзгертеді. Егер солдан оңға қарай бағытталса, бізде таңба минус болады. Яғни біз мына жерге минус таңбасын қоямыз. 0-ден 2-ге дейін бізде 2 электрон бар. Ал оттек 0-ден минус 2-ге қарай тотығу дәрежесін өзгертті. Яғни бізде оңнан солға қарай болатын болса, таңба плюс болады. Негізі 0-ден 2-ге дейін бізде 2 электрон бар. Бірақ осы 2 электронды оттектің алдындағы 2-ге көбейтеміз. Сонда 4 электрон болады. Әр қарай мына 4-ті, яғни оттектің тұсындағы 4-ті кальцийдің тұсына жазамыз. Ал кальцийдің тұсындағы 2-ні сәйкесінше оттектің тұсына жазамыз. Егер осындай бір-бірімен қысқаратын сандар болса, өзара қысқартып жібереміз. Әр қарай негізі мына астына қарай жазған дұрыс. Мен сіздерге түсінікті болу үшін мына жаққа жазам. Енді мына 2-ні мына кальций көбейтеміз. 2 кальций 0 қосылған. Біз реакцияға дейінгі элементтерді бірінші жазып аламыз. Мұнда бір саны тұр, яғни оттегінің өзін 2 индексімен жазамыз. Әр қарай реакциядан кейінгі өнімдерді жазамыз. Кальцийдің алдына 2 болу керек.
2 кальций 2 плюс мына жерде 1, бірақ оттектің алдында 2 бар, сол 2-сімен бірге жазамыз. Демек, біздің реакциямызда кальцийдің алдында 2 тұру керек. Реакциядан кейін де кальцийдің алдында 2 болу керек. Оттектің де алдында 2 болу керек. Бірақ бұл бір зат болғандықтан, мына 2 саны 2 элементке де қатысты болады. Сондықтан осы 2-ге сәйкес деп есептейміз. Осы жерде плюс таңбасымен электронын өзгерткен элементті біз тотықтырғыш деп атаймыз. Ал минус таңбасы болса, тотықсыздандырғыш деп атаймыз. Тотықсыздандырғыш ол тотығады, ал тотықтырғыш керісінше тотықсызданады. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Асан Фазылбекұлы. Келесі сабақта кездескенше.